Қонақтарыма ыстықтай ұсынған самсамның барлық рецептін сұрап кетті. Осылай қытырлақ болып тұрады. Қатпарлары да өте тамаша болып шығады. Осы рецептпен бөлісемін. Салқын суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Бір ас қасық тұзымызды салып араластырамыз. Ұнымызды салып алып, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Осындай пайдалы оңай рецепттер үшін маған жазылып алуды ұмытпаңыз, және де лайк басып қойсаңыз. Осылай бір тегіс болғанша илеп тындырып аламыз. Арасына осылай тоң майдан араластыратын боламыз. Сары май мен тоң майды бірдей мөлшерде ерітіп қыздырып аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз, және де ыстық болып тұрған майымызды біркелкі етіп жағып орап аламыз. Осылай барлығын орап шығамыз. Бізде осындай екі тестамыз шықты. Ал енді еттерімізді майдалап турап аламыз. Артынша пиязымызды да майдалап тураймыз. Қолмен турап шыққан өте дәмді болып шығады. Және де дәміне қарай тұзды қосамыз, және де қара бұрышты қосамыз. Араластырып аламыз біркелкі етіп. Ал енді бірдей формаларға тесталарымызды кесіп аламыз. Осылай жұқартып жайып аламыз, және де дәл осы лайфхакты қолданамыз. Бізде осылай томпақ болып шығады. Ұштарын ғана біріктіріп аламыз. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып, үстінен жағып аламыз. Самсамыз пісіп шықты, кімге жіберуді білесіз.